Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 47-ші сабақ не үйрендім, не білдім, яғни қорытынды сабақ өтеміз. Балалар, суретке қараңыздаршы. Бірінші суретте анасы мен баласы, анасы баласына сүт іштеп тұр, ал баласы рахмет дейді. Бағлан не жеді деген сұрақ қойсақ болады екен, Мінекей балалар, бірінші суретте 3 сөзден тұратын сөйлем құрадық, Ал екінші суретке қараңыздаршы. Екінші суретте балалар тамақ ішіп отыр, Ал қыз не істеп тұр? Қыз астарың дәмді болсын дейді, Ал балалар рахмет деп тұр. Бұл жерде балалар бізге 3 сөзден тұратын сөйлем құрау керек екенбіз, Сөйлемнің соңында сұрақ белгісі болу керек. Олай болса балалар, неше бала тамақтанды деп бұл суретке сұрақ қойсақ болады, Мінекей балалар, бірінші және де екінші суретке қарап, осындай сөйлемдер құрасақ болады екен. Олай болса балалар, бірінші, екінші суреттегі тапсырма сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Екінші суретке қарасақ, екінші суретте велосипедте бала кетіп бара жатыр, артынан бір бала жүгіріп барады, Олай болса, Жанат, тоқташы деген сөйлем құрасақ болады екен, Бұл бұйрық мәнінде айтылып тұрған сөйлем болғандықтан, соңында леп белгісі қойылады, балалар. Келесі бізге берілген 3-ші және де 4-ші суретке назар аударыңыздар. Балалар, суретте 2 ана коляскамен кетіп бара жатыр, Артында сол коляскаларынан сылдырмақ, яғни кішкентай бөпенің ойыншығы түсіп қалған екен, Оны көрген бір кісі аналардан «Мынау сіздікі ме?» деп сұрайды, Олай болса, бізге берілген 3-ші тапсырмаға «Мынау сіздікі ме?» деген сұрақ қойсақ болады екен. Келесі суретте балалар кітап оқып отыр, Сөйлемнің соңында нүкте тұр. Яғни бұл жерге біз балалар мынандай сөйлем құрасақ болады екен. Балалар кітап оқыды деп. Олай болса, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.